Бәріңе сәлем, сіздермен жұмбақ әлем. Бүгінгі шығарылымда Америка құрама штаттарында қара нәсілді ұлт өкілдері қалай пайда болған туралы талқылайтын боламыз. Құрама штаттардың аумағына африкалық құлдар 17 ғасырда келіне бастады. Америкадағы ағылшын колонизаторларының алғашқы тұрақты қонысы Джеймстаунда 1607 жылы құрылды. Қара нәсілділерді әкелу және құлдықты енгізу солтүстік Американың оңтүстігінде жұмыс күшіне деген қажеттіліктің салдары болды. Ол жерлерде темекі, күріш және басқа плантациялар құрылған болатын. Қара нәсілді құлдар Африканың батыс жағалауының тұрғындары Ашанти, Хауса, Банту сияқты тайпалардың адамдары болды. Құл саудасы 1713 жылдан кейін Англия Асиенто құлдар саудасы құқығына қол жеткізгеннен кейін кең көлемде тарала бастады. Ағылшын әскери кемелері теңіздегі желкенді қайықтарды тексеретін болды. Американдық контрабандалық құл саудагерлері британдық әскери кемелер жақындаған кезде құлдарды кемеден лақтырып суға батырған. Кеме тірі тауарларды алып кетуге келгенде агенттер капитандармен келіссөздер жүргізе бастаған. Әр қара нәсілді жеке көрсетілді. Капитандар олардың саусақтарын, қолдарын, аяқтарын және бүкіл денесін қозғалтып сынықтар жоғын қараған. Тіпті тістер де тексерілді. Егер тістер жеткіліксіз болса, онда бағасы төмендейтін болған. Әрқайсының құны шамамен 100 галлон ром, 100 фунт оқ-дәрі ұнтағы, немесе 18-20 доллар болды. 25 жасқа дейінгі әйелдердің құны жоғары болған, ал 25 жастан кейін құнының 4-тен 1-ін жоғалтқан болатын. Құлдарды қайықтарға 4-6 адамнан тиеген. Кемеде қара нәсілділер 3 топқа бөлінді: ерлер, әйелдер және балалар. Барлығы әртүрлі бөлімдерде жүктелді. 120 тоннаға есептелген кеме кем дегенде 600 құл тиелетін болған. Кемелер 3-4 ай бойы жолда болды. Осы уақыт ішінде құлдар қорқынышты жағдайда болған. Олардың қол-аяқтары бұғаумен байланып, тәрекке де шығармайтын болған. Америкаға жеткенге дейін әр 5 құлдан біреуі ғана тірі жеткен. Америкаға келгеннен кейін құлдар алдымен тамақтандырылып, емделіп, содан кейін ғана сатылған. Құлдардың бағасы уақыт өте келе өзгере түсті. Мысалға, азамат соғысы қарсаңында бір құл үшін $1000-2000 доллар талап етті. Кейде олар басқа қалаларға көшіріліп, аукциондарда сатылатын болған. Көбінесе плантацияларда балалар 4 жастан бастап жұмыс істей бастаған. Құлдар тәулігіне 18-19 сағатқа дейін жұмыс істеген. Түнде олар құлыпталып, қашып кетпес үшін сырттарынан иттерді босатып қойған. Плантациялардағы құлдардың орташа өмір сүру ұзақтығы 10 жыл болды. Құлдың нашар жұмысы үшін олардың балаларының қолдары мен аяқтары кесілген. Қызметші, аспазшы, күтуші ретінде қызмет еткен құлдардың жағдайы сәл жақсырақ болды. Бұл құлдар үшін үлкен сәттілік болған. Құлдарда ешқандай құқықтар мен бостандықтар болмады, және иесі кез келген нәрсені жасай алатын меншік ретінде саналды. Оларға малға салатын белгілермен таңба салған. Қашып кеткен және ұсталған құлдың құлағы кесілді. Құлдарға 7-ден астам адамнан тұратын топтарда ақ нәсілді адамның басшылығынсыз жүруге тыйым салынды. Плантациядан тыс жерде құлдармен кездескен кез келген ақ нәсілді адам одан демалыс билетін талап ете алған, ал егер болмаса қамшымен 20 соққы жасай алатын болған. Егер қара нәсілді құл өзін қорғауға немесе соққыға қарсыласуға тырысса, ол өлім жазасына кесілді. Кешкі сағат 9-дан кейін үйден тыс жерде болғаны үшін Вирджинияның заңы бойынша құлдардың денелерін бөлшектеуге рұқсат берілген болатын. 1663-1863 жылдар аралығында 250-ден астам қара нәсілділердің көтерілістер мен қастандық жасағандар тіркелген. Бірақ көтерілістер тез арада аяусыз түрде басып тасталынып отырған. Құлдық азаматтық соғыс аяқталғаннан кейін және 1865 жылы желтоқсанда құрама штаттардың конституциясына 13-ші түзету енгізілгеннен кейін жойылды. Бұл түзетуде 2013 жылы ратификацияланған соңғы штат Миссисипи болды. Қазіргі таңда мұның бәрі тарих болып қалды. Ал мен сіздермен осындай тарихи деректермен бөлісіп отыруға тырысатын боламын. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.